Адам өміріндегі кіндік қаны тамған, туып өскен жері киелі мекенге айналады. Себебі ол мекен өткені мен болашағын үнемі байланыстырып тұрады. Бүгінгі біздің бір шаңырақ астында айдарымыздың қонағы қазақ жерінде өмірге келіп, қазақ тілін санасына бесіктен бастап сіңіріп өскен Расул Ахметов жайлы болмақ. Қазақ тілінде ең оңай бізге, себебі менің әке-шешем өздері қазақ мектебін бітірген Шымкент қаласында. Жас кезімізден осы ауылда тәрбие алғанбыз, атамызбен, әжемізбен осы қазақшада сөйлеп, осы көршілермен де қазақша сұхбат жүргіземіз. Сондықтан да бізге қазақ тілі өте оңай. Ол бала кезінен отанына, еліне қызмет ететін қоғам қайраткері болуды армандаған. 2008-2012 жылдары Орталық Азия университетінде экономика және құқық факультетінің қаржы мамандығы бойынша оқыған. 2006-2008 жылдары Қазақ-Американ университетінің студенттік ассамблеясында, ал 2010-2011 жылдары Балбала компаниясында менеджер болып жұмыс істеген. Бүгінде Қазақ Халқы ассамблеясының жарасым ұйымының төрағасы болып қызмет атқаруда. Осы наурыз айында да, яғни мерекелік күндерде де, бұлайда енді басқа күндерде де біз үйде әрдайым осы бешбармақ дайындап, үйде бауырсақ пісіріп, осы қонақтарымызды шақырып, айналамыздағы осы көршілермен бірге үлкен бір отырыстарда, қонаққа барып, осындай шараларды өткіземіз. Қымыз, шұбат, қымыран әрдайым ішеміз, сүйеміз. Олар біздің ұлттық сусындарымыз. Өз отанының тілін, тарихы мен салт дәстүрін жетік біліп, бейбіт елдің болашағы үшін өзіндік үлес қосып жүрген Расул сынды жастарымыз қашанда көпке үлгі. Бір шаңырақ астында татулығы мен бірлігі жарасқан осындай жалынды жастары бар елдің қадамы нық, мақсаты айқын, болашағы баянды болмақ. Әйгерім Әуелхан, Елнұр Қасиман, арнайы жаңа күн үшін.